Саламатсыздар. Бүгін математикалық сауаттылықтан бірінші сабағымызды өткізгелі отырмыз. Менің аты жөнім Сәбира Сауытқызы Донбаева, математика пәнінің мұғалімімін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Білім енемен құтып қазғандай дейді. Сондықтан әрдайым жолдарыңыз болып, шығар тауларыңыз биік, алар асуларыңыз көп болсын. Бірінші сабағымыздың тақырыбы сандар тізбегі. Сандар тізбегі сандардың белгілі бір ретпен, заңдылықпен, тәртіппен орналасуы. Сандар тізбегі белгілі бір санның қосылуы, азайтылуы, көбейтілуі, бөлуі, дәрежеге шығаруы сияқты амалдармен жүзеге асады. Бірінші мысал. Сандар тізбегінде заңдылықты табу. Яғни тізбекті ары қарай жалғастыруымыз керек. Бірінші мысал, төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табуымыз керек екен. Яғни біздің тізбегіміз сандар заңдылығы 2, 5, 28 деп беріліпті да, келесі санды табуымыз керек екен. Ол үшін бірінші 2 деген санымыз қайдан шығады екен, соны қандай заңдылықты қолданады екенбіз, соны тауып алайық. Яғни 2 дегеніміз 1-дің 1 дәрежесі қосылған 1 десем 2 шығады. Тура енді осы заңдылықты екіншіге қолданам. Яғни 5 дегенім 2-ның 2 дәрежесі қосылған 1 деймін. Келесі енді 3-ші 28, яғни 3-ші тұрған санымыз 3-дің 3 дәрежесі қосылған 1. Келесі енді 4-ші санды табу үшін, яғни 4-дің 3 дәрежесі қосылған 1 дейміз. 4-ті 3 рет көбейтсек, неше шығады? 256. 256-ға 1-ді қоссақ, 257 екен. Олай болса, біздің 4-ші орында тұратын санымыз 257 екен. Жауабымыз В екен. Келесі екінші мысал. 2, 23, 8, 29, 14, 35 сандар тізбегі беріліпті. Енді келесі 35-тен кейінгі санды табуымыз керек екен. Ол үшін 2-ден 23-ті, одан 8-ді, одан 29-ді, одан 14-ті, одан 35-ті қандай заңдылықты пайдаланып шығарып отырмыз, міне соны тауып алуымыз керек екен. 2, 23, 8, 29, 14, 35. Яғни 2-ден 23-тен көрі 2-ден 8-ді шығарып алайын. Яғни 2-ден 8-ді шығарып алу үшін 2-ні 4-ке көбейтуіме болады, немесе 2-ге 6-ны қосуыма болады. 2-ні 4-ке көбейтсем 8, бірақ 8-ді 4-ке көбейтсем 14 шықпайды екен. Олай болса 2-ге 6-ны қосайық, 8 шығады екен. Енді осы заңдылық мына жерде орындалған екен, көрейік. 8-ге 6-ны қоссақ 14 шығады екен. Олай болса, енді келесі санды табу үшін 14-ке 6-ны қосамыз, яғни қаншаға тең екен? 20-ға тең екен. Енді осы келесі жоғарыдағы қалған сандарда қолданылады ма екен, көрейік. 23-ке 29-дан шығару үшін оған 6-ны қосам, яғни 29-ға 6-ны қоссақ 35 шығады екен. Олай болса, бұл екінші мысалда 6-ны қосып отыр екенбіз. Онда жауабы А жауабы екен. Келесі 3-ші мысалымыз минус 3, 5, минус 6, 11, 12, минус 17, одан кейінгі тұрған 2 санды табуымыз керек екен. Яғни минус 3-тен 5-ті, одан минус 6-ны, одан 11-ді, минус 12-ні, минус 17-ні шығаруымыз керек екен. Яғни минус 3, 5, минус 6, 11, минус 12, 17, содан кейін 2 сан тұру керек екен.
Енді 3-тен 5-тен көрі -3 пен -6-ны дейік. -3-тен -6-ны шығару үшін 2-ге көбейтеді екен. -6-дан -12-ні шығару үшін 2-ге көбейтеді екен. Келесі санды табу үшін -12-ні 2-ге көбейтем, онда бізде -24 шығады екен. Келесі енді 5-тен 11-ді шығаруымыз керек екен. Яғни 5-тен 11-ді шығару үшін 5-ге 6-ны қосуымыз керек екен. 11, 11-ге 6-ны қоссақ 17, 17-ге 6-ны қоссақ, келесі санымыз 23 екен. Олай болса, біздің келесі 17-ден кейінгі тұратын санымыз -24 пен 23 екен. Жауабымыз В екен. Келесі 4-ші мысал, төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан дейді. Осы жерден дұрыс тұжырымды анықтаңыз дейді. Яғни біздің санымыз былай берілді: 16, 8, 24, А, 36, 18, В деп. Яғни 16-дан 8-ді шығару үшін 16-ны 8-ге, 16-дан 8 шығару үшін 16-ны 2-ге бөлейік. 8 шығады. Енді 8-ден 24 шығару үшін 8-ді 3-ге көбейтеміз. Олай болса, біз 2-ге бөледі екенбіз, 3-ге көбейтіп, 2-ге бөліп, 3-ге көбейтіп отырады екенбіз. Енді 24-ті 2-ге бөледі екен, сонда А тұрған жерде бізде 12 тұрады екен. Енді 12-ні 3-ге көбейтеді екен, 36 шығады екен. Енді келесі 36-ны 2-ге бөлсек 18 шығады екен. Енді келесі амалымыз 18-ді 3-ге көбейтеді екенбіз. Яғни 18-ді 3-ге көбейтсек, В дегеніміз 54 болады екен. Сонда А дегеніміз бізде 12-ге тең болды. В дегеніміз 54-ге тең болды. Енді осы екі санды пайдалана отырып, енді мына тұжырымдардың қайсысы дұрыс, соны анықтаймыз. Яғни А жауабында 4 көбейтілген А дегеннің орнына 12-ні қоям, В дегеннің орнына 54-ті қоям. 4-ті 12-ге көбейтсек 48, 48 54-тен үлкен дейді. Яғни бұл тұжырымымыз дұрыс емес екен. Келесі В. 2 көбейтілген А дейді. А дегеніміз 12, 30 дейді. Яғни 2-ні 12-ге көбейтсек 24 екен. 24 30-дан үлкен дейді. Бізде бұл тұжырымымызда дұрыс емес екен. Енді 3-ші С жауабы дейді. А дейді. А дегеніміз 12, 12-ге 42-ні қосамыз. 12-ге 42-ні қоссақ В шығады дейді. В дегеніміз 54. Яғни 12-ге 42-ні қоссақ 54, 54 тең 54-ге. Бұл дұрыс тұжырым екен. Келесі ДС В дейді. В дегеніміз 54, 54-ге 12-ні қоссақ А шығады дейді. А дегеніміз 12. 54-ге 12-ні қоссақ 66, 66 деген тең 12-ге дейді. 66 12-ге тең емес. Олай болса, бұл тұжырымда дұрыс емес екен. Жауабы С болады екен. Біздің дұрыс тұжырымымыз С екен. Келесі кесте немесе фигура көмегімен берілген заңдылық дейді. Яғни жаңағыдан алдындағы тақырыбымыздан өзгешелігі, бізде бұл жерде кесте берілуі мүмкін екен, немесе фигуралар берілуі мүмкін екен. Яғни алғашқы екі фигурада қолданылған заңдылықты пайдалану арқылы үшінші фигурадағы белгісіз сан табылады. Фигураның ортасындағы сан фигураның шетіндегі сандарға амалдар қолдану арқылы шығады екен. Яғни көбейту, қосу, алу амалдарын қолданып іштегі санды шығарып алады екенбіз. 5-ші мысал. Сұрақ белгісінің орнына келетін санды табыңыз дейді. Яғни шаршының ішінде 5 тұр, сыртта 2, 4, 3, 16 деген сандар тұр. Осы сандарды пайдалана отырып 5-ті шығаруымыз керек екен. Біріншіде осы 2, 4, 16, 3 сандарынан 5-ті қалай шығарамыз, ойланып көрейік. Яғни біріншіде
2 қосылған 4 қосылған 16 қосылған 3 дейік. Сонда мына сандарды қосып алсақ 19, 16, 25-ке тең. Яғни 25 дегеніміз бұл 5-тің квадраты екен. Яғни 5 шығады екен. Енді екіншіде тура осы заңдылықты қолданайық. Яғни 10 қосылған 11 қосылған 20 қосылған 8 дейік. Яғни мынаның барлығын қоссақ 49 шығады. 49 дегеніміз 7-нің квадраты екен. Енді үшіншіде сұрақ белгісінің орнында қандай сон тұр екен? Соны табайық. Яғни ол үшін 1 қосылған 2 қосылған 3 қосылған 3 дейік қоссақ 3 9-ға тең, яғни 9 дегеніміз 3-тің квадраты. Яғни сұрақ белгісінің орнындағы санымыз 3 екен. Олай болса біздің жауабымыз С екен. Келесі 6-шы мысалымыз. Суретте сандар белгілі бір заңдылықпен орналасыпты. X пен Y-дің орнын мәнін тауып, X плюс Y-тен 7 Y өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Яғни біріншіде 96 тұр, екіншіде 480, үшіншіде 1440 тұр. Бұл сандар қалай шығып тұр? 480 дегеніміз 20 мен 24-тің көбейтіндісі екен. Ал 1440 дегеніміз 36-ны 40-қа көбейтсек 1440 шығады екен. Олай болса 96-ны шығару үшін X пен 12 санынан 96-ны шығару үшін біз X-ті 12-ге көбейтіп алады екенбіз. Яғни теңдеу құрады екен, жазады екен. X көбейтілген 12 тең 96-ға. X-ті табу үшін 96-ны 12-ге бөліп алады екен. 96-ны 12-ге бөлсек, X тең 8 екен. Яғни біздің X дегеніміз 8-ге тең екен. Енді екіншіде 12-ні арғы келесі тармақтарын көрейік. 12-ден 6-ны, 6-дан 3-ті шығарып тұр. Яғни 12-ні 2-ге бөліп тұр, 6-ны да 2-ге бөліп тұр. Мына тармағында да X-ның орнында 8 тұр, 8-ді 2-ге бөліп тұр, 4, 4-ті 2-ге бөліп тұр, 2 шығып тұр. Олай болса, мына жақтағы Y-ті табу үшін 40-ты 2-ге бөледі екенбіз. 40-ты 2-ге бөлсек 20-ға тең екен. Яғни Y дегенім 20-ға тең екен. 20-ны 2-ге бөлсек 10 шығады екен. Енді X қосу Y-тен 7Y өрнегінің мәнін табамыз. Яғни Y-дің орнына әкеп 20-ны қоям. 7 көбейтілген 20, X-дің орнына әкеп 8-ді қоям. 8 қосылған Y-дің орнына 20-ны қоям. Сонда 7 көбейтілген 20, 8-ге 20-ны қоссақ 28. Енді 28 пен 7, екеуі де 7-ге бөлінеді. 28-ді 7-ге бөлсек 4, 7-ні 7-ге бөлсек 1, 20-ны 4-ге бөлсек 5 шығады. Яғни бұл 6-шы мысалымыздың жауабы 5 екен. Яғни жауабы А. 7-ші мысалымыз сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Яғни сырттағы 3, 4, 2-ні пайдаланып, іштегі 27 санын шығаруым керек. Мұнда да 11, 6-ны пайдаланып, сұрақ белгісінің орнындағы санын табуым керек. Ол үшін біріншіде 3, 4, 2-ні, яғни қосу, көбейту, бөлу амалдарын қолдана отырып, 27-ні шығарып алуым керек. Бұлай істесе қалай болады? 3 қосылған 4 қосылған 2 десек, 3-ке 4-ті қоссақ 7, 7-ге 2-ні қоссақ 9. Енді 27 шығу үшін 9-ды 3-ке көбейтем. Мұнда 27 шығады екен. Мына не істейді екенбіз? Сырттағы сандарды қосып 3-ке көбейтіп отырады екенбіз. Енді осыны үшіншіге пайдаланып көрейік, бола ма екен? Яғни 7 қосылған 5 қосылған 8 көбейтілген 3 дейік. 7-ге 5 оған 8-ді қоссақ 20 болады. 20-ны 3-ке көбейтсек 60 шығады екен. Енді осы белгісіз санды табу үшін осы ережені пайдаланамын. Екіншіде, яғни 10 қосылған 1 қосылған 6 көбейтілген 3 дейміз. Онда 17, 17-ні 3-ке көбейтеміз, 51-ге тең екен. Олай болса, бұның жауабы 51 В екен.
екен. 8-ші мысал, 8-ші мысал, бұл жерде де сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан дейді. Заңдылықпен орналасқан дейді. А мен бұның орнындағы санды тауып, сол екі санның қосындысын табыңыз дейді. Яғни көрейік енді, үшбұрыш бөліктерге бөлініп тұр екен, бәрінде цифрлар жазылып тұр екен, сандар жазылып тұр. Яғни 3 пен 5-ті пайдаланып 8-ді, 8-ді пайдаланып 16-ны шығарып тұр. Яғни 3-ке 5-ті қоссақ 8, 8-ді 2-ге көбейтсек 16 екен. Олай болса, тұрған екі қатар тұрған санды қосып, шыққан санды 2-ге көбейтіп отыр екен. 5-ке 7-ні қоссақ 12, 12-ні 2-ге көбейтсем 24. 7-ге 6-ны қоссақ 13, 13-ті 2-ге көбейтсек 20. Олай болса, біз қатар тұрған А санын табу үшін қатар тұрған санымыз 80. 80-ге 100-ді қосады екенбіз. Сонда А дегеніміз бізде 180-ге тең екен. Енді В санын табу үшін осы шыққан санды, яғни 180 санын 2-ге көбейтеді екенбіз. 180-ді 2-ге көбейтсек 360 болады екен. Сонда А дегеніміз 180-ге, В дегеніміз 360-ға тең екен. Енді А мен В санының қосындысын табу үшін 180-ге 360 санын қосамыз. 180-ге 360 санын қоссақ 540 шығады екен. Яғни біздің жауабымыз 540 екен. Келесі тақырыбымыз енді фигурамен байланысты заңдылық екен. Бұл жерде жаңағы алдындағы өткен тақырыптардан айырмашылығымыз, бұл жерде сол заңдылық беріледі екен. Біреуінде орындалған заңдылықты барлық жерде қолданып шығамыз. Фигура беріледі екен. Көп бұрыштар берілуі мүмкін фигуралар, яғни 3 бұрыш болып келуі мүмкін, 4 бұрыш, шаршы, 5 бұрыш, 6 бұрыш, сосын арифметикалық амалдар беріледі екен. Бірінші, 3 бұрыштың ішінде 5 тұр екен, қосу шаршының ішінде 8 тұр екен. Екеуін қосса 47-ге тең. Значит, бұл жерде біздің білетініміз, 3 бұрышта оның 3 қабырғасы, 3 бұрышы бар, шаршыда оның 4 қабырғасы, 4 бұрышы бар. Осындай қасиеттерді білуіміз керек екен. Енді 47-ні осыны пайдалана отырып 47-ні шығару үшін 5-ті 3-ке көбейтейік, плюс 2-ті 8-ді 4-ке көбейтейік. Яғни 5-ті 3-ке көбейтсек 15, 8-ді 4-ке көбейтсек 32, қосса 47 шығады. Енді осы қасиетті қалғанында қолданамыз. Яғни 7 деген бізде шаршының ішінде тұр, яғни 7-ні 4-ке көбейтем, плюс минус дейм, минус 3 дегенім 5 бұрыштың ішінде тұр, яғни 5-ке көбейтем. Сонда 7-ні 4-ке көбейтсең 28, 28-ден 15-ті алсам 13-ке тең екен. Келесі 5 бұрыш беріліпті, 6 дегеніміз 5 бұрыштың ішінде екен, плюс 4 дегенім 6 бұрыштың ішінде екен. Яғни 6-ны 5-ке көбейтіп, 4-ті 6-ға көбейтіп қосады екен. 6-ны 5-ке көбейтсем 30 екен, 4-ті 6-ға көбейтсек 24 екен, қоссақ 54. Яғни бұның жауабы 54, жауабымыз С жауабы екен. Келесі, сандар мен фигуралар белгілі заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына қандай сандар қай сан болады дейді. Яғни 81 деген 3 бұрыштың ішінде, 256 деген 4 бұрыштың ішінде, 625 деген 5 бұрыштың ішінде, 1296 деген 6 бұрыштың ішінде тұр. Сұрақ белгісі 8 бұрыштың ішінде тұр екен. Олай болса, 3 бұрышты пайдалана отырып 81-ді шығарып алуымыз керек екен. 81 дегеніміз бұл 3-ті пайдалансақ, 3-ті өз-өзіне 4 рет көбейтсек, яғни 3-тің 4 дәрежесі 81-ге тең екен. Енді 256 дегеніміз 4 бұрыштың ішінде тұр екен, яғни 4-тің 4 дәрежесі. 4-ті өз-өзіне 4 рет көбейтсек, 256-ға тең екен. 625 деген
бес бұрышта тұр екен, яғни 5-тің 4 дәрежесі екен. 5-тің 4 дәрежесі 625 екен. Енді 1296 дегеніміз бұл 6 бұрыштың ішінде тұр, яғни 6-ның 4 дәрежесі. 6-ның 4 дәрежесі 1296-ға тең екен. Енді сұрақ белгісінің орнындағы санымыз, яғни 8 бұрыш, яғни 8-дің 4 дәрежесі дейміз. 8-ді 4-ке көбейтсек, қанша шығады? 4096 шығады екен. Яғни біздің жауабымыз Д жауап екен. Келесі заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. Яғни бізде шаршы беріліпті, шаршының ішінде 4 тұр. Сосын шаршыға іштей 3 бұрыш сызылыпты, ішінде 7 тұр екен. 5 бұрыш беріліпті, 5 бұрыштың ішіне іштей шаршы сызылыпты, 10 деген сан тұр екен. Сосын 5 бұрыш беріліпті, 5 бұрыштың ішінде іштей 3 бұрыш сызылыпты. Сұрақ белгісін табуымыз керек екен. Яғни бірінші шаршы 4 тұр, шаршының 4 қабырғасы 4 бұрышы бар. Енді келесі екіншіде шаршы берілген, яғни 4 қосылған, 3 бұрыш берілген, 4-ке 3-ті қоссақ 7-ге тең екен. Келесі үшіншіде 6 бұрыш, 6 қосылған, іштей шаршы сызылған, 4 қоссақ 10-ға тең. Енді келесі сұрақ белгісінің орнындағы санын табу үшін бізде 5 бұрыш, оған іштей 3 бұрыш сызылып тұр, яғни қоссақ 8-ге тең. Жауабымыз В жауап екен. Келесі үшінші мысалымыз, заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнына тиісті санды жазыңыз дейді. Енді бізде дұрыс 3 бұрыш, шаршы, дұрыс 5 бұрыш, дұрыс 6 бұрыш беріліпті. Олардың ішінде 3 бұрышта 60 градус дейді, 90 градус, 108 градус, 6 бұрыштың іші сұрақ белгісі қойылған екен. Яғни біз бұны табу үшін дұрыс көпбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең деген ережені пайдаланайық. Яғни n минус 2 көбейтілген 180 градус, осы формуланы қолданайық. Яғни бізде дұрыс 3 бұрыш берілген, 3-тен 2-ні алып, оны 180 градусқа көбейтеміз. Онда 3-тен 2-ні алсаңыз 1, 1-ді 180 градусқа көбейтсеңіз 180 градусқа тең екен. Енді бұл 3 бұрыш болғандықтан, оның барлық бұрыштары, жаңа айттық, дұрыс көп бұрыштар дедік, олай болса 3-ке бөлеміз. 180-ді 3-ке бөлсек 60 градус екен. Яғни дұрыс 3 бұрыштың әрбір бұрышы 60 градусқа тең екен. Келесі шаршы берілді, яғни 4 алынған 2 көбейтілген 180 градус дейміз. Яғни 4-тен 2-ні алсақ 2, 2-ні 180 градусқа көбейтсек 360 градус. Ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең екен. Енді 360 градусты 4-ке бөлеміз, сонда 90 градустан екен. Келесі 5 бұрыш берілді, яғни 5-тен 2-ні аламыз, көбейтеміз 180 градусқа, яғни 5-тен 2-ні алсақ 3, 3-ті 180 градусқа көбейтсек 540 градус екен. 540 градусты дұрыс 5 бұрыш болғандықтан 5-ке бөлем, яғни 108 градусқа тең екен. Келесі бізде енді дұрыс 6 бұрыш берілді, яғни 6-дан 2-ні аламда 180 градусқа көбейтеміз. Онда 6-дан 2-ні алсақ 4, 4-ті 180 градусқа көбейтсек 720 градус. Енді 720 градусты дұрыс 6 бұрыш дедік, 6-ға бөлеміз. Онда әр бұрышы неше градустан екен? 120 градустан екен. Жауабы А екен. Келесі тақырыбымыз жаңа логикалық амалдар, яғни белгіні, таңбаны, әріпті өрнектерді, санды өрнектің мәндерін,
оларға қолданылатын қосу, көбейту, алу, бөлу амалдарын қолданып, логикалық амалдың, яғни өрнектің мәнін табуымыз керек екен. Бірінші мысалда бізде жаңа логикалық амал беріліпті. Т мен Z-ті пайдалана отырып, мына заңдылықты қолдана отырып, 5, 2, 34 санының өрнегінің мәнін есептейміз дейді. Яғни, біріншіде мен 5 пен 2-ні алайын. Яғни, Т дегеніміз бізде 5-ке, ал енді Z дегеніміз кімге? 2-ге тең болып тұр. Осы жерде айта кетейін, жаңа логикалық амалдарды қолданған уақытта біз жаңа алдыңғы мысалдарда қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдарын қолдандық. Ал мына жаңа логикалық амалдарда көріп отырсыздар, үшбұрышты, болмаса шаршыны, ромбыны, дөңгелекті, дөңгелек секілді таңбаларды белгілі бір заңдылық формула арқылы өрнектейтін жаңа анықталған амалды қолдана отырып табады екенбіз. Бірінші, қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдарының түрлі комбинациясының орнына басқаша таңбаланған жаңа логикалық амал таңбасы қойылады екен. Осы жаңа логикалық амалды теңдік арқылы белгілі заңдылық формула арқылы өрнектейді екенбіз. Үшіншіден, сандар арасына осы жаңа логикалық амалдарды қосып, соның мәнін табу арқылы есептеледі екен. Яғни, мына жерде бізде Т дегеніміз 5-ке тең дедік, Z дегеніміз 2-ке тең дедік. Енді анау жаңа логикалық амалды пайдалана отырып, 5 пен 2-нің таңбамыз шаршы екен, 2-ні пайдаланып есептеп шығаруым керек екен. Яғни, 2 көбейтілген Т-ның квадраты дейді. Т дегенім 5, 5-тің квадраты, алынған Z-тің квадраты дейді. Z деген 2-нің квадраты, минус Т қосылған Z дейді. Т дегеніміз 5, қосылған 2. Енді есептесек, 2, 5-тің квадраты 25, алынған 2-нің квадраты 4, алынған 5-ке 2-ні қоссақ 7. Енді 25-тен 4 алсақ 21, 2-ні 21-ге көбейтсек 42, 42-ден 7-ні алсақ 35 шығады екен. Яғни, бізде 5 пен 2-ні пайдаланып 35-ті шығарып алдық. Енді келесі осыны 2 рет қолданады екенбіз. Көріп отырсыңдар ма, 35 шаршы көбейтілген 34 деп логикалық амалды 35 пен 34-ке қолданады екен. Яғни, 2 көбейтілген 35-тің квадраты, алынған 34-тің квадраты, минус шаршыда 35 қосылған 34 дейді екен. Сонымен 2 көбейтілген 35-ке көбейтеді екен. 35-ті 35-ке көбейтсек қанша еді? 1225 қосылған, айып етпеңіздер, қосылған емес, азайту, 34-тің квадраты, яғни 34-ті 34-ке көбейтсек неше? 1156 екен, минус, енді 35-ке 34-ті қоссақ неше? 69 шығады екен. Сонымен 1225-тен 1156-ны алсақ неше қалады? 69 қалады. Яғни, 2 көбейтілген 69, алынған 69 екен. Яғни, алсақ неше қалады? 69 қалады екен. Сонда бұл жаңа логикалық амалды қолдана отырып, мына өрнектің мәні 69-ға тең болады екен. Яғни, жауабымыз С екен. Келесі екінші мысалымыз, жаңа логикалық амалды пайдалана отырып, яғни жаңа логикалық амалымыз 2аб-дан а квадрат плюс в квадрат түрінде берілген екен. Яғни, 8 бен 6-ны пайдалана отырып, осы өрнектің мәнін табуымыз керек екен. Яғни, а дегеніміз бізде 8-ге, в дегеніміз 6-ға тең екен. Яғни, қоям 8 ромбы тең 6-ға. Яғни,
аның квадраты 8-дің квадраты қосылған 6-ның квадраты. 2 көбейтілген 8 көбейтілген 6 дейміз. Сонда 8-дің квадраты 64, 64 қосылған 6-ның квадраты 36. 2-ні 6-ға көбейтсем 12 көбейтілген 8 дей тұрайын, көбейтпей. Сонда 64-ке 36-ны қоссақ 100 екен, 12 көбейтілген 8 екен. 100 бен 12 екеуі де 4-ке қысқарады. 12-ні 4-ке бөлсек 3, 100-ді 4-ке бөлсек 25 екен. Сонда 3-ті 8-ге көбейтем 24, сонда 25 қалды. Бұрыс бөлшек қалды, яғни 24-тен 25. Оны аралас санға айландыру үшін 25-ті 24-ке бөлеміз. Яғни бірден берем 24, 1 қалдық қалады екен. Сонда біздің бұның жауабы 1,24-тен 1 екен. Яғни жауабымыз В екен. Келесі үшінші мысалымыз, егер үшбұрыш пен дөңгелек белгілері арифметикалық амалдар болса дейді, яғни сұрақ белгісінің орнына қандай сан болу керек дейді. Яғни біздің үшбұрыш және дөңгелегіміздің орнына біз көбейту, қосу, бөлу, алу амалдарын қоюымызға болады екен. 8-ді 3-ті 4-ті пайдалана отырып, осы амалдарды қолданып 6-ны шығаруымыз керек екен. Яғни жазып көрейік, қандай амалдарды қолданады екенбіз. Бірінші 8 беріліпті, 3 беріліпті, 4 беріліпті, айып етпеңіздер, тең 6-ны шығарып тұр. Яғни 8-ге 3-ті көбейтсек 24, 24-ті 4-ке бөлсек 6 екен. Олай болса біздің дөңгелегіміз қандай амал екен? Көбейту амалы екенді. Көбейту амалы екенді. Ал үшбұрышымыз бөлу амалы екен. Бөлу амалы екен. Сонда 8 көбейтілген 3 бөлінген 4 екен. Енді осы заңдылықты ары қарай қолданайық. 6 үшбұрыш дегеніміз бөлу дедік, 2 дөңгелек дегеніміз көбейту дедік. 6-ны 2-ке бөлсек 3, 3-ті 5-ке көбейтсек 15 шығады екен. Келесі үшіншіде 15 дөңгелек дейді, яғни дөңгелек дегеніміз көбейту, 15 көбейтілген 4 бөлінген 5. 15-ті 4-ке көбейтсек 60, 60-ті 5-ке бөлсек 12 шығады екен. Олай болса, келесі сұрақ белгісінің орнындағы сәнді табылады. 7 көбейту 8 бөлінген 4-тен. Яғни 7-ні 8-ге көбейтсек 56 екен. 56-ны 4-ке бөлеміз, сонда неше шығады? 14 шығады. Яғни біздің жауабымыз С жауабы екен. Сонда үшбұрыш бөлу амалы екенді, ал дөңгелек тұрған жеріміз көбейту амалы екен. Келесі 4-ші мысалымыз. Үшбұрыш берілген екен, 8 бен 3 саны берілген екен. Осыны қолданып 35-ті шығарып алуымыз керек екен. Яғни ол үшін 8 берілген екен, 3 берілген екен, сонда 35 шығу керек екен. Ал енді қалай ойлайсыздар? Енді 35-ке жақын 8-ді не істесем болады? 8-ді 4-ке көбейтіп, 3-ті қоссам. 8-ді 4-ке көбейтсем бізде 32 шығады, 32-ні 3-ке көбейтсек 35 шығады екен. Яғни орындалып тұрған заңдылығымыз былай екен. Бірінші тұрған санды 4-ке көбейтіп, екінші тұрған санның өзін қостық. Енді екіншіге осы заңды қолданып көрейік. Яғни бірінші санымыз бізде 9 екен. 9-ды 4-ке көбейтейік. Екінші тұрған санымыз 8 екен. 8-ді қосайық. 9-ды 4-ке көбейтсек 36 екен. 36-ға 8-ді қосса 44 шығады екен. Осы заңдылықты енді мына 12 мен 7-ге көбейтіп қолданайық. Яғни бірінші тұрған саным 12, 12-ні 4-ке көбейтемді. Екінші тұрған сан 7, 7-нің өзін қосам. 12-ні 4-ке көбейтсек 48, 48-ді 7-ге қоссақ неше шығады? 55 шығады. Яғни біздің жауабымыз 55 екен. Олай болса жауабымыз С екен. С екен. Келесі
Осымен бүгінгі сандарға амалдарды қолданып, логикалық амалдар, фигураларды қолдана отырып, өрнектің мәнін табу, болмаса келесі санды табу деген тақырыбымыз бізді. Зейін қойып тыңлап көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.